Алдыңғы сабағымызда тізімдерді көрген болатынбыз. Сол тізімдерге бір приложение жасап көрейік. Мынандай тапсырмалар бар. Бірінші, сіз осы тапсырмаларды өзіңіз орындап көріңіз. Егер орындай алмай жатқан жағдай болатын болса, интернеттен іздестіріп көріңіз. Яғни сіз дұрыс нәрсені таба аласыз ба, оны тексеріңіз бірінші өзіңізді. Егер орындалып барлығын дұрыс десеңіз, ең соңында видеомен салыстырасыз, екеуі сәйкес келсе, бұл дұрыс деген нәрсе. Ал егер дұрыс емес нәрсе болатын болса, осы арқылы видеоны салыстырып, оны түзетіп алсаңыз болады. Ең бастысы өзіңіз ізденіп, тауып, оны істеп көргеніңіз өзіңіз үшін өте керекті нәрсе. Ал енді жалғастырайық, осы сабағымызды бастайық. Мысалға, BMW, Mercedes, Opel, Mazda атауларына ие бір тізім құрастырыңыз дейді. Бізге машиналар деген бір айнымалы тағайындайық та, соның ішіне тік төртбұрышты жақшаның ішіне қаласаңыз бір тырнақшамен немесе екі тырнақшамен өзіңіз қалағанның атын жаза берсеңіз болады. Мысалы, BMW үтір екі тырнақша, Mercedes үтір екі тырнақша, Opel үтір екі тырнақша, Mazda атауын тағайындадық. Енді бұны экранға ең астына print деп барлық нәтижені жазып отырайық. Result дейін. Result'ты экранға жазып отырамыз. Result дейін. Машиналар тағайындап, экранға Ctrl-Shift тырнақшаны басып, нәтижесін көреміз. Python lists нижний таб .py BMW, Mercedes, Opel, Mazda деген бір тізімді экранға көрдік. Кеттік, келесі сұраққа өтейік. Тізімде қанша элемент бар дейді. Біз көріп отырмыз, мына жерде 4 элемент бар екенін, ал бірақ оны компьютер түсіну үшін оған білдіруіміз керек. Мысалға, result. Алдыңғы стрингтарды да біз өттік, оны қалай табу керек екен. Len деген функция бар еді бізде. Ұзындығын өлшейтін, қанша элемент бар екен есептейтін. Машиналардың ұзындығын экранға жаздыртайық. Enterмен 4 екенін экранға шығарып берді. Енді келесі тапсырма, тізімдегі алғашқы және соңғы элемент атауы не? Яғни алғашқы элементті және соңғы элементті экранға шығаруымыз керек. Ол үшін result тең машиналардың алғашқы элементі бізде индекспен басталады. Индекс 0, бірінші элемент деп есептейміз. Сақтаймыз, экранға нәтижесін көреміз. BMW. Соңғы элементін көшіріп алайын. Соңғы элемент бізде -1 еді, немесе 3 деп жазсақ та болады. Мысалы, 3-те санайық 0, 1, 2, 3 Mazda. Соңғы элемент Mazda. Оны бұлай альтернатив ретінде -1 деп жазсақ болады. Терісінен есептегенімізде -1, -2, -3, -4 деген сияқты. Мынаны сақтайық, нәтижесін көрейік. Mazda-ны қайттан алдық. Енді 4-ші Mazda атауын Toyota атауына өзгертіңіз. Біз алдында стрингтерді бір мәнді екінші мәнге өзгерте алмайтын едік, ал тізімде оны өзгерту оңай. Result тең бірінші өзгертіп алайық. Машиналардың ең соңғы элементі Mazda бізде -1 тең болсын, оны Toyota мен ауыстырайық. Toyota. Және результқа оны ақтарайық. Машиналар. Сақтаймыз. Мына жерде біздің Mazda сөзіміз Toyotaға өзгерді. Енді Mercedes тізімнің элементі ма деген нәрсені іздеу керек біз тізімнің ішінен. Ол үшін result бізде мынандай нәрсе бар. Бізде дегенде Pythonда. Ішінен іздейміз. Mercedes in деген нәрсе бар, метод бар. Машиналар деген жазсақ. Егер Mercedes сөзі ішінде бар болатын болса, машиналар тізімінің ішінде бар болатын болса, бізге true нәтижесін шығарып береді. Ал егер жоқ болатын болса, false-ты шығарып береді. Мына жерде true берді бізде.
мысалға s-ті 2 рет басып қойып бір тексерейік, ол кезде нәтиже false-қа айналады. In деген ішінде іздеу деген сөз. Мынаның ішінде табуға болады, осылай тізімдердің ішінде. Келесі тапсырма, тізімнің екінші индексіндегі элемент атауы қандай? Жаңа мынандай нәрсені көрдік. Бізде екінші индекс бізде 1. Екінші индекс өзі сразу айтып отыр. Не екенін, ол опеліміз келеді экранға. Екінші 0, 1, 2 опел бізде екінші индексте. Жетінші тапсырма, тізімнің алғашқы 3 элементін бөліп алыңыз. Бізде алдыңғы стрингтарда slicing деген нәрсе бар еді. Бастан, мысалы, бірінші бастапқы элемент, соңғы элементтердің арасында барлық элементтерді экранға шығар деген сияқты. Ол үшін result тең машиналар ішінде 0-ден бастап 3-ші элементке дейін экранға жаздыр дегенде, соны экранға көрейік. BMW, Mercedes, Opel, яғни slicing деген нәрсе бар еді бізде. Енді бұны -1-ден де ары қарай ойнасаңыздар болады. Бұның әртүрлі нәрселерін көре берсеңіздер болады. Уақыттарыңызды алмас үшін келесі тапсырмаға өте беремін. Ол сізге тапсырма болсын. Керісіншеден бастап істеп көріңіз. Мысалға, мына жерге -2-ден ең соңына дейін жүр десеңізде, Opel, Toyota деген сияқты шыға береді. Ары көре бересіз енді өзіңіз. Мына жерде мен алғашқы 3 элементін экранға шығартып қоямын. Тізімнің соңғы 2 элемент атауларын Toyota және Renault атауларына өзгертіңіз. Жарайды, result тең машиналардың -2, яғни соңғы элементінен соңына дейін. Бірінші бұны өзін есептеп алайық, сосын результатқа ақтарамыз. Машиналардың соңғы 2 элементі тең. Бізде тағы тізім болып өзгеру керек. Ол Toyota және Renault. Сақтаймыз. Бұны результатқа ақтарамыз. Машиналар сақтаймыз. Экранға нәтижесін көреміз. Біздің екі Opel мен Mazda'мыз Toyota мен Renault болып өзгерді. Осылай өзгерте аламыз мәліметтерді. Енді тізімге Audi және Nissan элементтерін қосуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Стрингтағыдай машиналар плюс Audi түр Nissan. Тырнақша Nissan. Тырнақшаның ішіне жазайық. Енді бұны біз result деген тізімнің ішіне тағайындауымыз керек. Яғни машиналар деген бір тізім бізде, result деген бір тізім тағы да создавать етіп, соның ішіне екеуін қосып шығуымыз керек. Result'ты экранға шығарамыз. Сол кезде BMW, Mercedes, Toyota, Renault, Audi, Nissan болып қосылды бізге. Енді тізімдегі соңғы элементті өшіріңіз. Ол кезде бізде del деген нәрсе бар. Del, мысалы, result'тың ең соңғы элементін өшір. Сақтаймыз. Мына жерде Nissan кету керек. Nissan кетті, Audi қалды. Яғни соңғы элемент өшірілді. Del деген бізде функция. Тізім элементтерін терісінен жаздырыңыз. Жарайды. Result тең жоғарыда машиналардың несін істейік. Бізде слайсингнің екеуі бар еді, бізде екі түрі бар еді. Барлығын ал және қадам бойынша кет. Біз терісінен жаздыруымыз үшін -1 қадамнан кетуіміз керек. Ол үшін экранға Renault, Toyota, Mercedes, BMW болып экранға келді. Ол жоғарыдағы жабы. Renault'қа өзгерттік қой. Mazda'ны. Mazda келу керек еді, орнына Renault келді, Opel'дің орнына Toyota келді, Mercedes, BMW болып терісінен жазылды экранға. Енді келесі тапсырма, төмендегі мәліметтерді бір тізім ішіне сақтаңыз. 3 түрлі мәлімет бар екен. Соның барлығын жеке-жеке бір тізімге сақтайық. Student A дейік. Тізім ішіне name olarak Murtaza
Surname olarak Abdussamad. Жыл olarak 1996. Жыл ретінде. Және тізімнің ішіне біз тізім сақтай аламыз. Оған 80-90-95 сақтадық. Енді бұны көшіріп алайын. Үшеуін сақтаймыз өйткені. Жерде Б дейін, С дейін. Мұтадан орнына Мұстафаны сақтап қояйын. Үшіншісі Ералхан екен. Осылай үшеуінің де фамилиясы бірдей. 98, 2000 екен. 85, мынау 75, мынау 90 екен. Мынанікі 85, 80, мынады 70 сақтаймыз. Енді экранға бұларды көруімізге болады. Қалай? Енді мына жерге print жазылайын. Print студент А-ның 0-шы элементі. Экранға шығып көрейік. Бұл Мұртаза шықты. Енді осыны көшірейін. Студент Б-ның 1-ші элементі. Экранға көрейік. Мұртаза Абдусамад, Мұстафаныкі де Абдусамад 3-ші. Жылын көрейік. Ералханның. Бұл жерде Б, мына жерде С болу керек. Сол кезде 2000 деген санмен шығады. Мұтаза Абдусамад 2000 жаздым. Енді сандар, ноттарды көруіміз керек. Ол үшін нот дегеніміз бағалар. Ол үшін 3-ті бассақ, бізге тізім келеді. Жоғарыда тізім. Енді бұлардың ішінен әр қарайсысын көру үшін бізде екінші тік жақшаның ішіне қойып, мысалға 80 деген бағаны көрім келеді. 80 деген бірінші бізде 0 индекс. Сол кезде 80 деген сан келді. Енді бізге ең соңынан алардың барлығын жаздырмай, мынандай нәрсе жазайын. Экранға Мұртаза Абдусамад 1996. 96 болса, қазір 28 жасында және орташа бағасы деп 80-90, бұлай 86-ма бірдеме шығу керек. Осыны біз экранға қалай шығарамыз? F-stringпен жазамыз. Print. Енді осыны біз прямой аналар даталарды алайық жоғарыдан. Мұртаза деген орнына фигурный жақша студент А-ның 0-шы элементі Абдусамад. Бұны орнына фигурный жақша студент А-ның 1-ші элементі 28 жасында дегенді фигурный жақша студент А-ның 2-ші элементі. Бұл жерде қазір 2024 алу студент А-ның 2-ші элементі. Жасында және орташа бағасын апыстаймыз. Фигурный жақша. Жақшаның ішіне 3-ге бөлеміз, өйткені 3 бағасы бар. Бұл жақшаның ішіне студент А-ның 2-ші элементінің 1-шісі. Оған қосамыз, мынаны көшіріп алайын. 3 рет жазам өйткені. Қосамыз, мынаған 2, мынаған 1. Сақтаймыз. Экранға осыны нәтижесін шығарып берсін. Дұрыс жаздық, тексерейік. Type int object is unsubscribed table дейді. Не дейді?
Так. Текші. Сақтайық. Так, студент Аның 01 элементі 2024. Дұрыс, бұзақшаның ішінде 202122. Жаңа мына жерде мен екінші индексті жазып қойыппын, қатемді таптым. Екінші индекс болғаннан кейін ол бізде екінші индекс 1996 болып тұр. Соның 0-ші элементін ала алмай жатырған екен. Одан кейін экранға нәтижені шығармады. Қазір мен ең соңғы қатарды бір көріп шығыңыздар. Result деген тедім, resultқа ауыстырдым принтті. F string жаздым. Оның ішінде F-тен кейін екі тырнақшаның ішіне барлығын жазып шығасыз. Студент А-ның 0-ші элементі, студент А-ның 1-ші элементі 2024-тен қазіргі жылдан студент А-ның 2-ші элементі жылымды алып тастаймын. Сол кезде жасым шығады. Және орташа бағамды жақшаның ішіне, бірінші фигурный жақшаны ашасыз. Оның ішіне, жақшаның ішіне 3 элементті қосасыз, оны бөлесіз 3-ге, яғни орташа бағасы шығады. И тырнақшамен жабасыз, экранға результатты шығарасыз. Сол кезде нәтиже келеді экранға. Мұртаза 28 жасында және орташа бағасы 88,33. Енді сізге тапсырма болсын. Мына 3-тің барлығы керек жоқ. Тек 88,33 деген санды экранға жазатын нәтиже шығарыңыз. Бұл сізге тапсырма болатын болсын. Осыны орындап комментарийға жазып кетіңіз. Келесі сабақта кездескенше.